Бірінші бөлім Kazakhstan in the World of Sport бөліміне арналған бақылау жұмысы. Бірінші тапсырма Listening, тыңдалым. Task 1. Answer the questions. Circle yes or no. Do the task while you listen. You will listen twice. Сұрақтарға жауап беріңіз. Я немесе жоқ жауабын дөңгелектеңіз. Тапсырманы тыңдай отырып жасаңыз. Тыңдалымды 2 рет тыңдайтын боласыздар. Hello, Dan. Hi. Can you tell me about a typical day in your life for the school magazine? Yeah, sure. So, what time do you get up? Oh, I get up very early. I get up every day at 5 o'clock and go to the pool. Then I swim from 6 o'clock to 8 o'clock. You get up at 5 o'clock? Wow, that's early. Yeah. Then at 8 o'clock, I have a shower, I get dressed and have breakfast. I have a big breakfast. Cereals, toast, bacon and eggs and orange juice. What do you do after breakfast? At 11 o'clock, I go to university. I'm studying sports science and I have classes from 11 o'clock to 4 o'clock. When do you have lunch? I have lunch at about 2 o'clock at the university. What do you do after classes? Sometimes I go to the gym and sometimes I meet my friends at a cafe. What time do you have dinner? I have dinner at 7 o'clock. Then I watch TV or go online and I usually go to bed at 10 o'clock. Thanks, Dan. That's a busy day. Төменде берілген сұрақтарға я немесе жоқ деп жауап береміз. Бір сұрақ мысал ретінде берілген екен. Does Dan get up early? Dan ерте тұра ма? Yes. Бірінші сұрақ. Does he have a small breakfast? Оның таңғы асы кішкентай ма деп сұрақ қойып тұр екен. Тыңдалымда айтылғандай He has a big breakfast. Сондықтан бұл сұраққа no деп жауап береміз. Екінші сұрағымыз Is Dan a student? Dan студент па? Тыңдалымда айтылғандай ол студент, сондықтан yes деп жауап береміз. Үшінші сұрағымыз Does he have lunch at home? Ол түскі асын үйде іше ма? Тыңдалымда ол түскі асын университетте ішеді деп айтылды. Сондықтан no деп жауап береміз. Төртінші сұрақ Does Dan go swimming after classes? Dan сабақтарынан кейін жүзуге бара ма? Жоқ. Өйткені ол сабақтан кейін спорт залға немесе достарымен кездесуге барады. Бесінші сұрақ Does he watch TV and go on the internet before bed? Ол ұйықтаудан алдын теледидар көріп, интернетке кіре ма? Бұл сұраққа я деп жауап береміз. Екінші тапсырма Speaking, айтылым. Look at the pictures, choose one and answer the questions. Суреттерге қараңыз. Бір суретті таңдап, төменде берілген сұрақтарға жауап беріңіз. Бізге 4 сұрақ берілген. Сұрақтарды оқып, мағынасын түсініп аламыз. Біріншісі What game are the children playing? Балалар қандай ойын ойнап жатыр? Екінші сұрақ How do you usually play the game? Әдетте бұл ойынды қалай ойнайды? Үшінші сұрақ What do you need to play the game? Бұл ойынды ойнау үшін бізге не керек?
Төртінші сұрақ. Who usually is the winner? Бұл ойында жеңімпаз кім? Немесе бұл ойында әдетте кім жеңіске жетеді? Мысал ретінде берілген жауаптарға қарайық. Таңдалған сурет 1. Бірінші сұраққа жауап. Children are playing асық. Балалар асық ойнауда. Екінші сұраққа жауап. Players use their асық to knock out other асықs from the field. Ойыншылар өздерінің асықтарымен жердегі тұрған басқа асықтарды ұрып жығады. Үшінші сұраққа жауап. You need an асық to play this game. Сізге бұл ойынды ойнау үшін асық қажет. Төртінші сұраққа жауап. The winner is who hits a lot of асықs. Көп асықтарды жыққан адам жеңімпаз атанады.